Бәріне сәлем. Бүгін менде өте маңызды күндерімнің бірі. План бойынша басынан бастап айтып кетейін. Қазір сабаққа бара жатырмын. Еще формамды киіп алдым ішінен. Себебі пардан кейін сразу жұмысқа бару керек. Өйткені клиенттерімді жазып қойдым. Бүгін күнім анандай не болайын деп тұр ғой. Қарбалас күн болайын деп тұр. Сөйтіп тез сабаққа келіп, киімді ауыстырып, халатымды киіп, қалпағымды алып, сабаққа кіріп, сабаққа түсіп, сабағымды киімімді ауыстырып, астына түсіп, мобилографым келіп, мобилографмен бірге сыртқа шығып, автобусқа мініп, автобуспен жұмысқа бардым. Сосын автобустан түсіп жұмысқа баратырмын. Бүгін жұмысым ерте басталады. Өйткені бірінші парға ғана қатыстым. Бүгін сабақ, бүгін жұмыс 11-де басталады. Содан кейін тез клиенттерді қабылдап, басқа шаруаларға бару керек. Жұмысқа бармай тұрып тамақ ішіп алайық, тамақ алайық. Өзіммен жұмыс барамыз. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. Бенті тортқа сакыз бергем, қараңыздаршы, прям қандай күшті андай. Сырттың өзі топ-томалақ, необычный. Еще свечасы бар, еще ана свечасын да не жанатын спичка не деп уайымдамаймын. Макияжға келдім, қазір переход түсіреміз. Подругама келдім, Медираға. Қандай түсіреміз? Переходтың досын түсіріп алдық. Енді қазір макияж жасайды. Посылсын түсіреміз. Посылымыз аяқтан қалды. Қазір бір-екі штихтар қалды. Соны жасаймыз да уже түсіреміз. Все, алайық. Влогым аяғына жетіп қалды. Барлықтарыңызға рахмет. Соңына дейін үзбей қарағандарыңызға өте алғысым шексіз. Соңғы этап енді бізде макияж өшіру. Иә, жанымда қызым бар. Так, енді өшірек мынандай макияжды. Көзден бастаймыз. Қараңыздар, прям күшті бояған ше, менің өзімнің танысым, құрбым. Прям
идеально істеді. Бүгін өзіме прям ғашық болып отырмын. Идеально жасады. Кәдімгідей. Менде қасым жұлынбаған и прям күшті көрсетіп берді қасымды, во-первых. Во-вторых, менде векиім төменде орналасқан. Жоқ деп айтпаймын, бірақ ондай векиға стрелка жасау қиындау тұғын. Бірақ жоқ, сонда да жасады. Даже несіз кірпіктерсіз күшті тұр. Қалай? Ойларыңызды жаза кетіңіздер комментарийға.